Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін нарын жасаудың рецептісімен бөлісемін. Кеше бешбармақ жасағам, содан кішкене ет қалып қойған еді. Енді сол етке кішкене қамыр илеп жіберіп, нарын жасай салайын деп шештім, және де рецептісімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Менің етім дайын, пісіп тұр. Мен тек қана қамырды илеймін. Бір жұмыртқа, 150 грамм су, 350 грамм ұн, дәміне қарай тұз салып, қамырымды илеп аламын да, жарты сағатқа демалдырып қойып қоямын. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мендегі кешегі бешбармақтың сорпасын алып қалғам. Сол сорпаға қамырымды салып пісіріп алатын боламын. Енді қамырымды жаюға кірісемін. Қамырды бешбармақтың қамыры сияқты етіп жаямын. Сәл кішкене қалыңдау етіп жаям. Өйткені бұны тураймын, бұдан нарын жасаймын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Мен осылай кестім, екіге бөлдім да. Енді сорпам қайнап дайын тұр. Қамырымды осы сорпаға салып аламын. Өте күшті дәмді тағам. Енді өздеріңіз де білесіздер, өзіміздің ұлттық тағамдардың бірі ғой. Негізімен өзіміздің осы тамақтар бешбармақ, нарын, бауырсақ, шелпек дегендердің бәрін жақсы көрем. Қатты ұнайды. Қамырым пісті, енді осылай сүзіп аламын да. Қамыр суығанша бағанағы етімді, пісіп тұрған дайын етімді майдалап, өте майда тураймын. Мендегі жылқының еті текке қалып қоймасын деп, нарын істей салайын дедім. Енді осын майдалап, әдемілеп турап аламын. Өте күшті дәмді тағам. Бешбармақтан қалған ет, қамыр болса, осылай нарын турап тастап қойсаңыздар, турап қойсаңыздар, ертеңгі күнге де тамақ болады. Енді қамырымды жіп-жіңішке етіп осылай тураймын. Мінекей қамырым турап дайындап алдым. Сосын бағанағы майдалап турап алған етімді қамырмен араластырып, әдемілеп. Күшті, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіз, жақсы ма? Осылай еттің кезектерін, кезек-кезек ет қойып қойсаңыз болады. Не болмаса, жылқының қазысы болса, қазысын осылай турап-турап, шқалап бетіне қойсаңыз болады. Бұл тағамды сорпасымен бірге ішуге де болады. Не болмаса, сорпасыз құр өзін табаға қуырып алып, жесеңіздер де өте күшті дәмді болады. Мінекей, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Осылай менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз комментарий бөлімінде. Асыңыз дәмді болсын. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Сау саламатта болыңыз, аман есен болыңыз.